Бәріңізге сәлем, құрметті менің тыңдармандарым. Мені қолдап, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және аудиокітап ұнаса лайк басып, пікір қалдырсаңыздар болады. Әке мен бала. Ділдар Мамырбаева. Әке кетпеш. Мен арқа басым суық терге малынып, өз даусымнан өзім шошына ояндым. Биылғы мамыр айының орта шені жылдағыдан өзгеше Алматыны күйдіріп тұрды. Түн қапырықтығы тынысты тарылтып, кеңірдегіңді қылқындырып тастайды. Тастақ базарының жанында анам екеуміз шағын ғана жер үйде тұрамыз. Базардың у-шуы, құжынаған адамдардың қара жүрісі қаңсып тұрған ауаны одан әрі кептіріп, қаңырығыңды түтетеді. Орнымнан тұрып, өзім оқитын мектептің спорт алаңына келдім. Балалар футболдың қызығына беріліп кетіпті. Бір шеттен сыныптасым Жандос келе қалды. «Ақша табайық», деді ол. «Қайдан?» «Айдардың үйіне ұрлыққа түсеміз». «Жоқ, олай істей алмайым». Ол ішімнен түйіп қалды. Мен бүрісіп отыра кеттім. Оған қарсы тұруға шамам жетпейді. «Ұрсаң ұра бер» деп орнымнан ауырсына тұрдым. Біздің мектептегі жүйе осылай. Әр сыныпта 2-3 бас бұзар бала болады. Өзінен күші аздау балаларға қамқорлық көрсеткен болып, жанында ұстап, төменгі сыныптардан ақша жинатады. Өзіне әбден бағындырып алған. Біз жаны аяспас доспыз. Достар бір-біріне көмектесуі керек. «Ұрлықты мен жасайым, сен қарауылдықта тұрсаң да болады», деді. Қанша қырсығып тұрсам да басымды изедім. «Сен ертең дене шынықтыру сабағына форма әкелме». Оқушылар сабаққа қатыспаған балаға телефондарын, үйлерінің кілттерін береді, өздері сабаққа кетеді. Сол кезде Айдардың үйінің кілтін бөлек ұстада, маған бер, деді. Оның әзіретінің көлеңкесінде жүргендіктен айтқанына көнбеуге әбдім жоқ еді. Айдар шешесі екеуі мектептің түбіндегі үйде тұрады. Анасы күні бойы жұмыста. Жандос Айдардың үйіне талай рет барған. Қай заттың қай жерде тұратынын әбден зерттеп алған. Мен ертесі Жандостың айтқанын істедім. Мұғалімнің «Келесі жолы сабаққа формасы келсең, 90-ға 2 шығарамын» деген сөзі маған шыбын өлтірдім дегенде ғана әсер етті. Сабақтан соң іргедегі көлге шомылуға бардық. Бұл біздің ойыннан кейінгі әдетіміз. Көлдің жағалауынан түнімен жанындағы ангар деген кабактан арыққа сылқия тойып, одан төбелесіп, қабағы жарылып, көзінен ызғар шашқандарды да, саудасын жасап, жылмың қаққандарды да, көздері көк тұмандатып, аласұрғандармен 62 тамырын махаббаттың шуағына бөлеп, қара тастың өзіне мейіріммен қарап отырған жастарды, жасамыстарды кездестіруге болады. Мұнда суға секіретін биік мұнара бар. Балалардың бәрі сол жерден көлге құлдыраңдай орғиды. Оның басына шыққанда айналаң алақандағыдай көрінеді, өзіңді көлге барып құйылар бір бұлақтай сезініп, жоталанып кетесің. Өрттей лаулап, құйындай құлдыраңдап ұшасың. Достарыңның арасында чорт болып көрінгің келмейді. Егер осы биіктен сілкініп тұрып, секіре алмай қалсаң, құның түседі. Балалардың ортасындағы салмағыңнан айырыласың, жазаланасың. Футболда қақпаға тұрып, өткізіп алған әрбір добың үшін майлы құйрығыңды тебуге ұсынасың. Мен биіктен қорқамын. Мұнараға шыққанымен секіріп кетуге жүрегім тауаламайды. Қорқақ қып жаратқан тәңір ме, құса болам. Санам сансырайды, жүрегім түйнеледі. Мұндайда зейініме мұңнан басқа еш нәрсе қонақтамайды. Мұнара басына шыққаныммен секірмедім де, баспалдақтан қайта жүруге түспедім де. Менің қарғуымды күткен балалар біраз айналшықтап жүрді де, күтуден жалығып, қолдарын бір-ақ сермеп, өз жөндеріне кетті. Мен орнымнан табжылмадым. Кешкі салқыннан ба, әлде үрейден бе, денем тітіркеніп, тоңазығандай болды. Жандостың Айдардың үйіне ұрлыққа түсуіне себепші болғанымды айтсайшы. Өз-өзімнен жеркеніп түңілдім. Не де болса, осы жерден қайта түспеуге бекіндім. Байламым осы. Кейіннен ұрлықтың Жандостан келгенін білді, бірақ дәлелдей алмады.
Жандос қуыспас болғанмен қу сирақ. Төтеннен қойылған әр сұраққа жауабы дайын, сөзі мығым. Жауап бергенде жүзі момақан тартып, ойнақтаған жанары ойлылыққа ауысатын. Мұғалімдер одан жамандық келеді деп ойламайды. Бәлкім оның өктем дауысты әкесінен ығатында болар. Оның сондай жолындағысын аттап, таптап кететін әкесі бар. Ал мендеше, мені қалың ой жетелеп кетті. Басым, қол-аяғым аман, мінезімде сойқандық жоқ. Сонда маған не жетпейді? Менің жаным, өзегім, ішкі сарайым неге бос, неге әлсіз? Себебін іздеймін. Сор келемін десе аяқ асты ғой, онда Қордайда тұратынбыз. Әкем көшенің басындағы үйдегі бала шағасы көп тәтеге кетіп қалғанда, менің әлі мектепке бара қоймаған кезім еді. Көшеде зуылдап өтіп жатқандардың ішінен әкемнің көлігінің даусын жазбай танимын. Жұмыстан қайтар уақытта үйге кіретін биік табалдырық үстіне отырып алып күтетінмін. Бұрылып келсе ғой деп ойлаймын. Көшенің шаңын бұрқыратып, таныс көлік зу етіп өте шығады. Жүрісі де баяуламайды. Кейде әкемнің сұлбасын көріп қалам. Басын басқа жаққа бұрып алады. Мен төмен қарап жер шұқимын. Әкемді бөтен балалардан қызғанамын. Ерлі зайыптыларды азғырып жүретін ажырасу деген қоғамның бұралқы итінің неге қабатының түйінін таба алмай дәрменсіз күй кешемін. Әкемнің бізді тастап кетуі жолын жүйкемді үзген. Әке, сен қайтып келсең, балмұздақты комикстердің супер қаһармандарының ойыншықтарында сұрамайым, деймін кеуде қуысында қалтама салып қойған суретіне қарап. Сурет үнсіз. Анам көлігінің терезесінің әйнегін сындырмағанда кетпес пе едің? Солай деп өз тұрағыма өзім жауап берем. Сурет те күрсінгендей болады. Содан ол бейнені қайтадан орнына салып қоям. Осы сәттің суреті өзегіме өксіп боп орнығып алған. Қайда жүрсем де өзімнен алыстаған емес. Қайта қалыңдап, қамықтырып жүдететін. Бұл сезімнің титтей ұшқыны да әкеме жетпейтінін білемін. Ол мені іздемейтініне де көзім жеткен. Менің алабұртқан, аласапыран болған көңілімнің құнын 5 тиын етіп, қаланы қараңғылық басты. Бүгін не мұнарадан секірем, не өзіме бір нәрсе істейм. Әйтеуір баспалдақпен қайта жерге түспеймін деп өз-өзіме сөз бердім. Қалың ой астында қалғып бара жатқам. Күнім-ау, сені іздемеген жерім жоқ қой деп шешем келіп құшақтай алды. Өзі еңіреп тұр. Мен қатып қалғандай жібімедім. Жүр үйге. Бармайым деп зір кеттім. Бармайым. Осында түнемекпісің сонда? Шешем батылсыздана сұрады. Секіріп өлем. Бұл сөзім шешеме жер айналып, тау құлап, аспан көшкендей әсер еткенін білем. Жол апатынан 2 қолын, аяғын, 7 қабырғасын сындырып, төсек тартып жатқан жерінен енді тұрған кезет. Көңілін астан кестен етпеуіме де болады. Бірақ осы уақытқа дейін өзімнен күші басым балалардың психологиялық қысымы, әкесі барлардың өр кеуделілігім мені өзгертіп жіберген. Бандит бала, атаман бала болғым келеді. Оған бірақ мотивация жетпейтін. Алдымда ағам, артында інім жоқ. Сүйенетін арқа тұтар әкем жоқ. Күн сайын өзімнен күші басым балалардан таяқ жейтінмін. Сол жанымды жүдеткен. Өміріңнің түйінін өлім шешеме? Анам дәтке қуат болар еш нәрсе табалмағандай налый сұрады. Айналып келгенде менің осындай чорт болып жүргеніме сіз кінәлісіз. Сіз. Бір нәрсе айтсам, ой, ол сенің қолыңнан келмейді. Сенің мінезің жаман ғой деп бетімнен қағып келдіңіз. Менің бір ісімді мақтап, арқамнан қаққан кезіңіз болды ма? Өзегімдегі қақталып жүрген ыш жалынды лақ еткіздім. Анам тұқырып қалды. Менің бойым сәл болса да жеңілдеді. Біреудің ерік жігерін жаншу бойыма рахат сезім береді екен. Анам тілі мен үнін жұтып қойғандай мелшиіп отырып, біраздан соң тұзыңа тұшпа деді. Сөзі зілді шықты. Өзіңді айта бермей, бір уақ менің де халіме үңіліп, түсіністікпен қара. Менің сорымның қалыңдығы шашымдай.
Мына өмірдің ыңғайлы өткелінің қайда екенін білсем, шашым жасыма жетпей ағармас еді ғой. Bir сен деп жүрмін. Не таршылық, не жамандық көрдің? Өз қауқарсыздығыңды өзгеге жаппа. Әкесіз өскен жалғыз сен бе? Жоқ әлде әкесіздердің бәрі шетінен өліп жатыр ма? Елдің ұлдары жоғын айтпай-ақ қасқыр жүрек болып жүр ғой. Онда сондай қасқыр жүрек ұлды бала етіп алыңыз. Алла берген ондай баланы. Ол ондай болмаймын деп отырса, бойындағысын бағаламаса, не істеймін айтшы? Не істейін? Сен сырттан іздеп жүрген бақыт өзіңнің ішіңде жатыр. Қайда ол? Қай жерде жатыр? Не ішкенге, не жегенге шығармаймыз. Менің ішкі тығыным атылғандай лақылдатып жатырмын. Сыныптасың Алмасқа қараш, аяқ астынан ойламаған жерде мүгедектің арбасына таңылып қалды. Көл-көсір ақшада, қабат-қабат үйде, әке де, шеше де көмектесе алмады. Балам, бақыт деген өзіңнің қанағатың екенін мен де кеш түсіндім. Қателіктерім де содан басталды. Сен ақылды баласың. Өз бойымдағы кемшіліктердің сенде болмағанын қалаймын. Сен менің жүрегімнің ішіндегі жүрегімсің. Шешем иығымнан ұстап құшақтады. Бұл жолы мен де оның бауырына тығылдым. Екеуміз де ұзақ жыладық. Бір-біріміздің қадірімізді енді ғана түсінгендей болып, мұнара баспалдақтарын іштей санап, төменге түстік. Менің мұнарадан секірмегенімді балалар білген жоқ. Жандос аяқ астынан басқа мектепке ауысып кетті. Келесі күні ойында ең белсенді шабуылшы болдым. Анашым, бүгін қарсыластардың қақпасына 3 доп соқтым, деп үйге дабырлай кірдім. Ақырын, әкең келді. Ұйықтап жатыр, деді анам 2 саусағын ерніне басып. Күнде атқарып жүрген, бойы үйренген әдеті осы секілді. Өзі тым жайбарақат. Күтпеген жағдайдан миыма құрт кіріп кеткендей, қас пен көздің арасында жан дүниемнің астан кестеңі шықты. Шекемнен қара тер бұрқ етті. Жатын бөлмеге кірдім. Шынымен ақ, еңгезердей қара сұр адам ұйықтап жатыр. Қабағы түксиген, шаштары тікірейген. Беті безеудің ізінен бұжыр-бұжыр әжімді. Кеуде тұсыма сақтап жүрген суретті алып салыстырдым. Кескін келбетін ұқсаттым да, ұқсатпадым да. Анам кешке дастархан жайды. Әкем келіп жайғасты. Өзгеше бір нәрсе болатын шығар деп күттім. Ертең Ильичевка жаққа жүреміз. Демалысты Шымкентте өткізесің, деді. Әңгіменің басы да, аяғы да осы болды. Жауап күтіп бетіме қарады. Жарайды, дедім 2 ойлы қалыпта. Жарайды әке деп айтты, деп түзетті сөзімді. Даусы дөрекі естілді. Үндемеп едім, тағы қайталайды. Жарайды әке, дедім даусымда тістерімнің арасынан сыздықтата шығарып. Ильичевка менің ұғымымда Сицилияның Палермосы секілді. Ол жерде тұратындар үшін өз ауылдары Мысыр шаһарындай. Әкем сол ауылдың тумасы. Мені ауылға апармақшы. Жамандықтың бет жүзі болмайды деген рас. Оның бет әлпетінен еш нәрсе байқай алмадым. Менің көзімдегі үрейге, бойымдағы қорқынышқа селт етпейтін секілді. Баяғыдан бері бізбен бірге тұрып келе жатқандай, шайын асықпай, сораптап ішуде. Көрмегеніме 10 жылдан асқан әкенің кенеттен қайта оралуы өмірімнің қалыпты ырғағын бұзып жіберді. Бөтен, жылуы жоқ жан баса көктеп келіп, өз өктемдігін жүргізбекші. Анам бәріне үнсіз келісуде. Әкесін көрсін дегеніме. Шымкентке бағыт алып барамыз. Көлік ішінде екеуден екеуміз. Үнсіз біз. Еркелей білмеймін бе, еркелегенімнің тұрпаты сол ма, қыңырайып отырмын. Сол қасарғыштығыма жылылықпен жауап берсе деймін. Ит те иесіне еркелейді ғой. Әке деген осындай болу керек демекен. Әлде алғашқы күннен ықтырып алайын деген ой бар ма? Ызғарлы да қатал. Өз-өзіне кереметтей сенімді. Жол жөнекей сатып алған тамақтарын жемей қойдым. Ол да маған мәймөңкелемеді. Неге жемейсің деп сұрамады. Менің қалап тұрған тамағымның жанынан мән бермегенде болып өте шығады. Екеуміз де бір-бірімізге тістеніп келеміз.
Жетісайға барар жолда дарияға бір сүңгіп шығуға тоқтадық. Қайыққа отырдық. Ескекті маған ескізді. Бірінші рет ұстап тұрсам да, тырмысып есіп келем. Екеуміздің арамызда әңгіме жоқ. Бір-бірімізге өшігіп отырған адамдардаймыз. Ара-арасында мен жаққа көзінің астымен қабақшыта қарап қояды. Менің ішкі арпалысым өшпенділікке айналып бара жатқандай. Қандай қатыбас, ит мінез. Әке деп айтуға ішімдегі қатып қалған түйіндер жіберер емес. Жағалауға иегін сүйеп тұрған бір мүйіске келіп тоқтадық. Балық аулау деген бір қызық іс екен. Жағалауда үн-түнсіз тапжылмай сағаттап отырасың. Қармағыңа ештеңе іліне қоймайды. Бірақ рахат. Психотерапия, медитация деп тренинг өткізіп, ақша табатындар үшін мына жер саялы орын. Қиялыңды қалай қалықтатады десейші. Батыстан тұтасқан бұлт көрінді. Жаңбыр иісі келді. Су беті бозғыл тартты. Кеттік деді. Темірден жаратылған адамның даусындай сезімсіз шықты. Балық қапқалы тұр дедім бетімді бұрмай. Сәл күте тұрыңыз. Онда қал, деді де құрал жабдықтарын жиыстырып, қайыққа салып, машинасын қойған жағаға қарай қайрылмай кете барды. Жай басталған жаңбыр екпіні күшейе бастаған. Жидешең отырған менің арқамды суық қарып барады. Әкемнің әке деп те айта алмаймын. Мына қылығы өкпелетіп, қолқа жүрегімді алқымыма тақап қойды. Төбемнен төмен қарай құйылған жаңбыр суымен көз жасым араласып кетті. Бір орнымда қатып қалғандай тапжылмай отырмын. Иегімнің қалшылдауы мен дарияны қоршаған бұталардың селкілдеуі қоғамның қандай нәрсеге болса енжар болып кеткендігінің суретіндей болып бойымды езіп тұр. Әкем 2-3 сағаттан кейін бұлт астынан шыққан күн жаңбырда ығыстырғанда, айнала тынышталғанда мен отырған жерге қайта келді. Түк болмағандай кеттік деді тағы да. Мен сенімен енді ешқайда да бармаймын. Шатынап тұрып ақшия жауап бердім. Осы сәт шапалақтың шарт ете түскенін аңдамай қалдым. Көзімнің оты жарқ ете түсті. Ішімде бір топалаң бассалды дейсің. Балық аулап отырғандағы қиялдарым мен мақсаттарымның быт-шыты шықты. Жын ұрып кеткендей болдым. Бар даусыммен айқай салдым. Сені кім шақырды? Сенде әкенің көк тиынға да керегі жоқ. Осы күнге дейін қайда болдың? Мені таптауға, ұруға, жігерімді құм қылуға келдің бе? Кімсің өзің? Көзіме қан толып кетті. Өзіме өзім ие болудан қалып барам. Көзім оның қалтасынан бір ұшы шығып тұрған бәкіге түсті. Асқан бір жылдамдықпен суырып алдым да, өлтірем сені дедім. Осыдан қарада тұр, өлтірем. Қалған көңіл, шыққан жан деп тұрмын. Менің жаным мен жүрегімді енді түсінгендей, жүзіндегі кешелі бергі аяз жібіп басқа түрге енді. Өзінің ісіне ұялғандай, қателіктеріне бармақ тістегендей. Шарт кесілгелі тұрған тағдырды қайта бір жымдастырғысы келіп тұрған сезімді мен қалай ұқтым. Ол жағын білмеймін. Жүрегім дыз ете түсті. Ашу мен ақыл алмасып барып, сабаға түсе бергенде қолымнан бәкі жерге түсіп кетті. Әкем жерден алды да тұнжырай қарады. Ақырындап маған жақындай берді. Қамсыздығыма өкініп тұрмын. Ішімде үрей кеулеп барады. Қарсы алдымдағы жан жақыным ба, әлде жат адам ба, ажырата алмай көзім тұманданды. Бет алды жүгіре жөнелдім. Артымнан қуып келеді. Балам, тоқташ, тоқта деп айқайлайды. Дауысы жалынышты. Мен өзімді тоқтата алмай келем. Тіленіп, өтінген сайын зуылдаймын. Белгісіз бір күш дәл қазір тоқтасам жағдайды мүлде өзгертіп жіберетіндей. Балам, балам дейді шырқырап. Дәті берік болып көрінген адамның ел жүреуі бүйрегіңді бүлк еткізеді екен. Жүгіргеннен өкпе мөше бастағанда жағалаудағы биік ағаштың басына өрмелеп шықтым да, ағаштың ұшар басынан түбіндегі қара тасқа секіріп өлем дедім. Әкем ағаш түбінде ентігін баса алмай тұр. Айналайын, қорқытпаш, кешір мені. Біреу кешірім сұраса елжіреп қалам. Әкеме жайбарақат қана көз тастадым. Ағаштың жуан бір бұтағынан ұстап өрмелеп келеді екен. Ол жақындап қалғанда секіріп кеттім. Тасқа түспей суға күмп бердім. Әкемнің ұстап тұрған бұтағының шарт сынғанын көзім шалды.
Кешелі бері мүләйімсіп тыныш жатқан дарияның ағыны бүгін тым қатты. Мөлдір моншақтай болып көрінетін су тамшылары қазір таудай толқынға айналған. Дария өз-өзінен тулап, шулап кетті. Маған қара күшпен жан-жағын ықтырып жүретін адамдарын айт. Соларға қызғам, еліктеймін. Өзгелердің қолпаштағаны, мақтағаны жаныма майдай жағат. Ерекшеленіп тұрғанды жақсы көрем. Жандос басқа мектепке ауысқан соң, айналамда жүрген балалар менен сескеніп жүрсе деген мінез пайда болды. Бокстан үйренген әдіс-тәсілдерімді былғаныштау бақытқа жұмсадым. Айналамдағыларды ықтыра бастадым. Мектебімізде муай тай спортынан Азия, Еуразия чемпионы болған бала оқиды. Сол ғана маған шекесінен қарайды. Ол тәкаппар, қатал болатын. Оның бұл мінезі намысыма тиді. Менің бойымда да қабілет мол. Бірақ мен бір нәрсеге қол жеткізе қояйын деп өзімді қинамайым. Сол бірде спаррингке шақырды. Муай тай тайландық жекпе-жек өнері. Соққы беру. Соққы басқа да, қол-аяққа да, тізеге де беріле береді. Ережесі қатал. Біздің мектептің бүкіл қыздары, ұлдары жиналған. Бокстаса бастадық. Соққылары жеңіл секілді. Ұру тәсілін білмейтіндей көрінді. Сөйтсем айласы екен. Ашық қалған тұстан естен тандыра соққы берді. Еш нәрсе көрмей қалдым. Шайқалақтап тұрмын. Өзімшіл өжеттігім оянды. Я духом сильнее деп ойлап үлгердім. Айнала шуды естімеймін. Муай тайда бас көзге қарамайсың. Сәл есім жиналғанда астына кіріп құлаттым да ұра бастадым. Құлағанды соққылау әдетінде жоқ еді. Бұл жолы ол ұстанымнан айныдым. Жиналғандар әзер дегенде ажыратты. Жекпе-жекке аудандағы бандитпіз деп жүрген балаларды жиналған болатын. Суық қарулары да бар. Абырой болғанда жағдай ушықпай аяқталды. Ертесі бұл оқиғадан қаладағы біраз жұрт хабардар болды. Мектепке төбелеске қатысқандардың да, қатыспағандардың да ата-аналар шақырылды. Көбі мықты, құзырлы орындарда жұмыс істейтіндер. Әркім өз баласын ақтап әлек. Кеше ғана көшеде жүргенде бір иығымды төмен, бір иығымды жоғары ұстап, қыр көрсететін мен бүгін әркімнен бір сөз естіп, тауым шағылып, әл дәрменім құрып тұрмын. Сүйенер, қорғаныш болар менде әке жоқ. Шешем келді. Бауыры тілгіленіп жылап тұрды. Мені мектептен шығаратын болды. Басқа жол жоқ. Біздің сыныпта директордың баласы оқитын. Оқиғаның ішінде ол да болған. Жүрегім қанталап жан-жақтан қойылған сұраққа менің сөзімнің біріне сеніп, біріне сенбейсіздер. Олай болса, анық-қанығын Арғынбектен сұраңыздар дедім. Директор селк ете түсті. Арғында болды ма деді. Дүйім жұрттың алдында айтылғандықтан енді оны да шақыруға тура келді. Жағдай бір сәтте басқаша сипат алды. Жігіттердің арасында не болмайды, бас жарылып, қол сынған жоқ деп директор ушығып тұрған жағдайды сылап сипап түк болмағандай етіп шығарды. Чемпион бала екеуміздің бір мектепке сыймайтынымызды біліп, қолма-қол оны басқа мектептің директорымен сөйлесіп, сонда ауыстырды. Тал қарматқан осы оқиға маған әкені қатты іздеткен. Бір ойым дұрыс дедім, өзімді дәлелдедім деп ақтап жатса, екінші бір ойым оңбайсың деп өзімнен түңілдірді, жиіркендірді. Мұндайда ақылдасар әкенің болғанын қаладым. Жаратқаннан жалынып сұрадым. Тілегімнің орындалуын күттім, көп күттім. Келсе ажырамаспын дегенмін. Келіп ет қашып барам. Толқынмен арпалыса жүріп артыма қарайым. Менен көз жазып қалмасам екен деген ұмтылыспен малтып келеді. Қалайда маған жетсем екен дейді. Қарғып кеткісі келетін сезем. Қауіп қатерді елемейтін секілді. Тасқын жолын бөгеген сайын жанын шыра құлаштайды. Дәл қазір мен үшін, менің суға батып кетпеуім үшін жанын, жүрегін беруге әзір екенін, балам деген бірде құлағыма жетіп, бірде үзіліп естіліп жатқан даусынан сеземін. Жағаға жақындағанымда айнала бір сәт жым-жылас, жым-жырт бола қалды. Дүние тынғандай, дария ернеуінен асып тасымағандай. Жағалаудағы шөптерде сыбдырсыз. Әр жердегі дөң киген тастарға қарайым. Мелшиіп тұр. Бүгінгі күннің әлегінен санам сансыраған ба, әлде шынымен солай ма?
дария баяу ғана тербеліп жатыр. Әкем су бетінен де, жер мен көктің арасынан да көрінбейді. Жидемнің қалтасында тұмардай боп сақталып жүретін суретін қолыма алайын десем, түгі қалмай езіліп кетіпті. Әке, дедім талықсый, тұншыға айқайлап. Әке, кетпеші.